Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Күллі қазақ елін шулатқан Путинге шағымданамын деп санасы жат идеологиямен уланғандарға құрмақ болып жатқан жаңа Қазақстанның түкке қажеті жоқ. Тұрар Саттарқызы осылай дейді. Құрметті президент, биліктегі ағалар, депутаттар, бауырлар, халқым. Мемлекет құраушы ұлттың тілі қазақтың қаны мен жаны саналатын қазақ тілінің абыройы мен беделі болмаса, қазақ тілі ынтымақ пен бірліктің тіліне айналмаса, мемлекеттік тілінің қадір қасиеті жоқ жаңа Қазақстан кімнің Қазақстаны болмақ? Тәуелсіз мемлекетте, егеменді елде тұрып жатқан тәуелсіз ұлттың өз президентін емес, өзге елдің басшысын пір тұтып, қорғаушы санағаны өз президентінен емес, өзгенің президентін араша сұрағаны дабыл қағарлық, ойлантарлық ахуал. Қатты ойланыңыздар, тіл мәселесі шешілмей, бұл бөлінудің арты жақсылыққа апармайды. Қорқытпаймыз, бірақ түптің түбінде қаңтар оқиғасынан да асып түспесін. Жер иесі, ел иесі, қазақ ұлтының азаматы ретінде, ана ретінде қорқамын. Мұндай санасы жат идеологиямен уланғандарға құрмақ болып жатқан жаңа Қазақстанның түкке қажеті жоқ. Оларға көршіде не болып жатқаны қызық. Олар солардың сойылын соғады, соны түсініңіздер. Осылай кете берсек, күні ертең құрмақшы болып жатқан жаңа Қазақстанда қазақша сөйлеп, қазақша түс көретіндердің бәрін фашист дерсіздер. Бәлкім қазақша тәрбиелеп жатқан ұрпағымыздың ертеңіне алаңдаймыз. Жаңа Қазақстан дейсіздер. Ана тіліміз басын биік көтеріп, кеудесін кере есіктен кіре алмайтын, елде ескі ойлайтын, көне тілде сөйлейтін қазаққа орын жоқ шығар. Тілі де, ділі де өзгерген жаңа қазақтар ғана тұратын болар онда. Белгілі тіл жанашыры Тұрар Саттарқызы осылай деп дабыл қақты. Бұл әрине биліктің құлағына жетер болса, онда олардың расында ойланатын кезі жетті. 30 жыл бойғы биліктің халыққа не жасағанын білеміз. Ал енді қаңтар оқиғасының ар жағында одан да үлкен дүниенің болмауын алдын алу керек. Ал сіз қалай ойлайсыз? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.